Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Медиа сауаттылық курсының 1-ші сабағын бастаймыз. Сіздермен мен Ботагөз Есенғали. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы медиа тарихы 21-ші ғасырға қалай жеттік бөлімі бойынша адамзат коммуникациясы ишарадан жазуға дейінгі жол деп аталады. Бүгін біз сабағымызда медиа және медиа сауаттылық, адамзат тарихындағы ақпарат кеңістігі туралы түсінік алуымыз қажет. Адамзат дамуында ақпарат алмасудың тарихы тереңде жатыр. Ақпарат әуелгіде ауызша тараса, кейін үнпарақтар арқылы, газет журналдар арқылы, байланыс телефондары, радио арқылы дамыды. Әріп таныған кез келген адам мәтін оқиды, жазады, тыңдайды, естиді. Ал енді сол оқыған, жазған, тыңдаған, естіген ақпараттардың түпкі мағынасын түсіну қаншалықты маңызды болса, оған сын көзбен қарап, қажет пе, қажет емес пе, соны анықтау, қаншалықты шынайы екенін анықтау өте маңызды. Жалпы, медиа термині нені білдіреді? Медиа кез келген нәрсені тарату мүмкіндігі. Медиа сөзі латын тілінен аударғанда орта, делдал деген мағынаны білдіреді. Ақпарат жеткізетін кез келген коммуникация құралын медиа деп атауға болады. Себебі ол ақпаратты жеткізуші ортадағы делдал. Ал енді технологияның қарыштап дамуымен енген медиа сауаттылық термині нені білдіреді? Біз күніне 1000 сан ақпаратпен бетпе-бет келіп жатамыз. Сол мәліметтің барлығына зер салып қарамасақ та, миымыз өзі қабылдап, өңдей береді, жадымыз жазып ала береді. Кез келген ақпаратты қабылдарда немесе таратарда, оның шын екеніне, дұрыс-бұрыстығына, дерек көзіне назар аударып, оны талдап, өз беттерінше бағалап, сыни тұрғыдан сұрыптай білу медиа сауаттылықтың негізі болып табылады. Демек, медиа сауаттылық бұл адамдарға хабарды талдауға, бағалауға, әртүрлі жанрдағы формалармен мәтіндер немесе графикалық мәтіндер, жазба мәтіндер, ауызша мәтіндер жасауға мүмкіндік беретін дағдылардың жиынтығы. Мысалы, адамның үстіндегі киіміне қарап, ол туралы ақпарат алуға болады. Мына бір әйелдің үстіндегі киіміне қарап, біз оның не оқушы, студент, не оқытушы екенін біле аламыз. Ал енді, мынау 100 теңгелік банкнотқа қарайық. Бұл ақшаға қарап, кез келген шетелдік Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге екенін. Сонымен бірге, Қазақстан ұлттық банкінің 1993 жылдардағы 100 теңгелік банкноты қағаз болғанын және онда хан бейнеленгенін. Ол хан, яғни Абылай ханның 1711-1781 жылдары хандық құрғанын біле алады. Себебі бұл ақша сондай ақпарат беріп тұр. Ал енді, мынау әйелдің үстіндегі киіміне қарап, біз оның бай-манап әулетінен екенін біле аламыз. Сол сияқты, интернет кеңістігінде банан туралы да ақпараттар көп. Әсіресе
бананның пайдасы туралы. Ол ақпараттарға қарап, біз пайдалы екен деп, бананды бейберекет жей аламыз ба? Әрине жоқ. Себебі, бананның пайдасымен қоса, зияны да болуы мүмкін. Мәселен, қант диабетімен ауыратындарға бананды көп жеуге болмайды. Осы ақпараттың бәрін жинақтап, бананның пайдасымен зиянын екшелеп барып, жеу немесе жемеу сіздің өз еркіңізде. Сол сияқты берілген ақпаратты сол күйінде қабылдай салмай, оны саралап, зерделеп, талдап, бағалап, сын көзден өткізіп барып, қабылдау не қабылдамау өз еркіңізде. Тек ол ақпарат өзіңізге немесе өзгеге зиянын тигізбеуі қажет. Себебі қоғамда медиа сауаттылықтың төмендігінен адамдардың бойында үрей, сенімсіздік, тіпті экономикалық, денсаулық саласындағы жобалардың сәтсіз болуы әбден мүмкін. Сондықтан ақпаратты екшеп барып қолданайық. Бұл медиа сауаттылықтың басты шарты. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздер бақа формуласына салып, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді жинақтаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы күндерде жолығайық.